Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін өте дәмді, қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын болонезе пиццасын жасаймын. Осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Жылы суға 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық қант салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Онда електен өткізіп, осылай ортасын ашамыз. 5 минуттан соң осылай кішкене көбіктене бастайды. Барлығын құйып, оның үстіне зәйтүн майын құямыз. Зәйтүн майы болмаса, сұйық май құямыз. Жарты шай қасық тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін қойылуына бастағаннан кейін қолымызбен илеп, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Оның ешқандай тершігі қалмайтындай етіп, жақсылап илеп, салафанға салып, жылы жерге жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттан соң міне осылай кішкене көтеріле бастайды. Теңдей етіп екі бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін жақсылап илеп, дөңгелек форма жасаймыз. Қайтадан сол ыдысымызға салып, үстіне 1 шай қасықтай зәйтүн майын құйып, қамырдың барлық жағына жағып шығамыз. Содан соң бетін жинағы салафанмен жауып, ортасы жабысып қалмау үшін қасық қойып қоямыз. Енді тағы да жақсы көтерілу үшін жылы жерге жарты сағатқа қалдырамыз. Ендігі кезекте соусын дайындаймыз. 2 қызанақты алып, осылай қабықтарын пышақпен тіліп аламыз. Оның үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. 2 түйір сарымсақты осылай пресстен өткізіп аламыз, немесе үкіштен өткізіп алсақ та болады. Енді қызанақтың осылай қабықтарын алып тастаймыз. Одан кейін блендермен езіп аламыз. Табамызға кішкене сұйық май құйып қыздырамыз. Одан кейін 1 шай қасық орегано дәмдеу үшін салып, 1-2 минуттай орташа отта қуырамыз. Оның үстіне сарымсақты салып, араластырып қуырамыз. 15-20 секундтай қуырсақ жеткілікті. Одан кейін қызанақты құямыз. Жақсылап араластырып, орташа отта 2-3 минуттай ұстаймыз. Одан кейін 1 шай қасық паприка саламыз және қасықтың ұшымен тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тағы да 2-3 минуттай ұстасақ жеткілікті. Осымен біздің соусымыз дайын. Енді салмасын дайындаймыз. Табаға сұйық май құйып қыздырамыз. Оның үстіне тартылған етімізді салып, қатты отта еттің суы тартылғанша қуырамыз. Бір бас пиязды ұсақтап етіп турап аламыз. Одан кейін фарштың үстіне салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз, жақсылап араластырып, пиязымыз сарғайғанша қуырамыз. Енді 2 ас қасық соусымызды құямыз, жақсылап араластырып, бетін жауып, орташа отта 10 минуттай бұқтырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Ірімшікті осылай үкіштің үлкен жағынан өткізіп дайындап аламыз. Жарты сағатта осылай өте жақсы болып көтерілді. Енді алып, кішкене ғана ұн себіп, қамырды жайып аламыз. Осылай қолымызбен жайсақ та болады, немесе оқтаумен жұқалау етіп жайып аламыз. 2 пиццаға арналған барлық ингредиенттерді мен осы видеоның астына құрамын, мөлшерін барлығын жазып қалдырамын. Артық ұндары болса осылай қағып тастаймыз. Одан кейін противенге пергамент қағазын төсеп, қамырымызды саламыз. 3-4 ас қасықтай соусымызды құйып, қамырдың барлық жағына жағып аламыз. Енді етті салманы салып, барлық жағына біркелкі етіп, жайып шығамыз.
Одан кейін ірімшігімізді осылай бетіне салып шығамыз. Осы кезде біздің пешіміз алдын ала қызып тұруы қажет. Міндетті түрде қызып тұрған пешке саламыз. 250 градуста 8-10 минут пісіріп аламыз. Міне менде 10 минут уақытта пісті. Қамыры жұқа болғандықтан әрі жоғарғы градуста піскендіктен толығымен пісіп шығады. Осымен біздің өте дәмді пиццамыз дайын. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ұлмекен, астарыңыз дәмді болсын. Қош, сау болыңыздар.